сендер алдарыңызда не көріп тұрсыңдар? Қандай көкөністер көріп тұрсыңдар? Қызылша, дұрыс айтасыңдар. Бұл қандай көкөніс? Қарайсыңдар. Бұл қандай? Салат жапырағы. Ал мынау балалар түрпі. Бұны да салатқа қосып жейтін боламыз. Балалар көкөністерді үй жағдайында қалай өсіру керек? Оны қазір біз сендерменен бірге үйренетін боламыз. Көкөністерді өсіру үшін арнайы іші көрініп тұратын ыдысты пайдаланатын боламыз. Бұнда балалар көкөністердің тамыры шыққанын бақылаймыз. Біз бұған су құятын боламыз. Су құямыз, су құйғаннан кейін секер қосамыз. Ол сол секер қосылған суда дәрумендерін алып тұрады, өседі. Қанша күнде тамыр шығаратын бақылайтын боламыз. Енді балалар біз қазір ыдыстарымызға суды құямыз. Біз көкөністерімізді суға салдық. Көрінетін ыдысқа тамыр шығаруын бақылайтын боламыз. Бүгінгі жұмыс сендерге ұнады ма? Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсізбе балалар. Өткенде біз не істедік балалар көкөністермен? Көкөністерді суға салдық. Көкөністерді біз өткенде суға салған болатынбыз. Енді суға салғаннан кейін не істедік?